Кайырлы күн достар. Бүгін біз ывы-пай тортын жасаймыз. Ол үшін шоколад пен майымызды алдын ала ертіп аламыз, және де жұмыртқаға шекерді салып, жақсылап миксерлейміз. Миксерлеген массамызды шоколадты массамыздың үстіне құйып, екеуін жақсылап араластырып миксерлеп аламыз. Және де бір шымшым тұз саламыз. Ұнымызды, қопсытқышты және де какаоның үшеуін біріктіріп, үшке бөліп саламыз. Венчиктің көмегімен жақсылап ұнымызды қозғап аламыз және де миксерлейміз. Осындай масса шығады. Мен поклан пергамент қағазын қолданамын, және ол жабыспайды, және алынғанда жақсы алынады. Қағазды төртке қиып алып, шеңбер формасын жасап аламыз. Форманы осындай қалыпқа қойып жасасаңыздар болады. Немесе қағазға ручкамен сызып алсаңыздар да болады. Енді массамызды таразыда өлшеп, теңдей 4 бөлікке бөлеміз. Төрт бөлікке бөліп, қағазымызға жайып аламыз. Және де бетін шпательдің көмегімен тегістеп аламыз. Қызып тұрған пешке қамырымызды саламыз. 5-8 минутта дайын болады. Және де ағаш таяқшаның көмегімен тесіп әр жерін көреміз. Ағаш таяқшамыз құрғақ болып шығуы керек. Қамырымызды осындай маталарға немесе сеткаға суытып алсақ болады. Қағаз өте оңай алынады. Және кейінгі торттарға да осы қағазды екінші рет пайдалануға болады. Енді кремімізді дайындауға кірісеміз. Алдын ала творожный сырымызды өз алдына миксерлеп аламыз. Оған кішкене сливки қосамыз, өйткені қою болады. Енді сливкидің өзін жай ең аз жылдамдықта миксерлейміз, және де ақырындап көбейте бастаймыз. Үстіне сахарный пудраны салып, тағы да миксерлейтін боламыз. Сливкиіміз және де творожный сырымыз салқын болғаны дұрыс. Өткен жағдайда екеуі салқын болмағанда іріп кетуі мүмкін. Қоюлана бастаған кезде
үстіне творожный сырымызды саламыз. Менде творожный сыр маскарпоне қою болғандықтан төменде көрсетілген массаның жартысын қостым. Бұл маскарпоне формасын жақсы ұстайды және де өзінің формасын жақсы ұстап тұрады. Егер кремекте болса, онда төменде көрсетілген массаны толықтай қосасыздар. Жылдамдықты жай көбейтеміз. Осындай формадағы крем шығады. Енді корждарымыздың бетіне жылы сүтті немесе жылы суға шекер салып жағып шықсаңыздар болады. Енді кремімізді осындай қалташаға салып жасаймыз. Менде насадка 807. Ақырындап шариктерін жасап бастаймыз. Корждарымызды бірінің үстіне бірін қойып, осылай кремдерін жағып шығамыз. Ең соңғы коржды жағып, үстіне кремін жағып, мұздатқышқа 30 минутқа қоямыз. Енді ганажын жасаймыз. Бетіне шоколад пен сливкиді водяной баняда ертіп аламыз. Немесе микроволновкада ертсеңіздер болады. Енді үстіне кішкене сливки құямыз және де жақсылап араластырамыз. Дайын болған ганажымызды тортымыздың бетіне құйып шығамыз. Бетін өз қалауларыңыз бойынша әсемдесеңіздер болады. Ұнаса пікір қалдырып, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Сіздермен болған Жібек, келесі рецептпен бөліскенше сау болыңыздар.